Қайырлы күн, баршаларыңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі жұмсақ, кереметтей шоколадный пирожный әзірлейміз. Пирожныйларымыздың жасалу жолы өте оңай, әрі мерекелік дастарханға арнап, өздеріңіз үйден жасап, дастарханға ұсынсаңыздар әдемі көрінеді, әрі дәмі де керемет болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен кошықтарымызды әзірлеп аламыз. Бізге сметана қажет, мен осы түрі сметананы пайдаландым. Сметанамызға содамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Реакция жүреді, бөлек қоп қоямыз. Біздің қожығымызды әзірлеуге қажетті заттарымызды дайындап алдық. Ең алдымен ыдысымызды алып, 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Үстіне жұмыртқамыздың шекерімізді қосып, жақсылап миксерлейміз. Осылай жақсылап миксерлейміз. Массамыз 2 есеге ұлғаяды. Неғұрлым көптеп миксерлесеңіздер, қазір қожықтарымыз жақсы көтерілетін болады. Осылай массамыз 2 есеге ұлғайды, жақсылап миксерлеп алдық. Енді үстінен сметанамызды алдын ала дайындап алған сметанамызды қосамыз. Осылай сметанамызды қосып алдым. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып алып, енді жақсылап миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай жақсылап миксерлеп алдық. Енді құрғақ заттарымызды бөлек араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымыздың үстінен какаомызды, разрыхлитель қопсытқышымызды қосып, жақсылап бөлек араластырып аламыз құрғақ заттарымызды. Осылай бір келкі қылып құрғақ заттарымызды араластырып алдық. Енді тестамызды миксерлеп отыра дайындап алған құрғақ заттарымызды 3 бөлікке бөліп миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Ұнымыздың да барлығын бірден қоспай, осылай 3 бөлікке бөліп қосып миксерлеп аламыз. Осылай миксерлеп дайындап алдық. Тестамыз дайын. Осылай лопаткамызбен жақсылап араластырамыз. Осылай қою әдемі болып шығады. Осылай тестамызды дайындап алдық. Енді мен қожықтарымыздың барлығын бірдей болғанын қалап, алдын ала сызып алдым. Бұл міндетті емес. Пергамент қағазымызды алып, ақпарағымызды қойып, фломастерімізбен сызып аламыз. Фломастер менде мастиканың бетіне жазуға арналған фломастер. Осылай 3 пергамент қағазымызға сызып алдық. Бізде 3 кожик шығады. Тестамыз қою әдемі болып тұр. Енді сызып алған пергамент қағазымызды алып, 3 пергамент қағазымызды тестамызды үшеуіне бөліп құйып шығамыз. Осылай бөліп құйып алдым. Енді спатуланың көмегімен тегістеп жағып шығамыз барлық шетіне. Егер үйде үлкен листеріңіз болса, тестамыздың барлығын құйып, ортасынан бір бөліп жасасаңыздар болады. Бұлай сызып жүрмей-ақ. Осылай теп-тегіс етіп, үшеуінде жағып алдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Кожықтарымыз пісіп шықты, суытып алдым. Енді үстіне ақпарағымызды қойып, артық жерлерін алып тастаймыз. Осылай алып тастаймыз. Кожықтарымыздың барлығын дайындап алдық. Енді кремімізді дайындаймыз. Мен осылай творожный сыр пайдаландым, 69%. Творожный сырымызды алып, өлшеп алдым. Енді творожный сырымыздың үстіне шекерімізді қосып, миксерлейміз бір келкі болғанша. Осылай шекеріміз ерігенше жақсылап миксерлеп алдым. Бір келкі болды. Енді үстінен сливкиімізді құямыз. Мен осы 34% сливки пайдаландым. Сливкиімізді құйып, миксерімізді жай жылдамдықтан бастап жоғарылата отыра, қою өз қалпын ұстағанша жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде сливки мен творожный сырымыз тоңазғышта тұру керек. Кемінде 6-7 сағат. Немесе креміміз өз қалпын ұстамай қалады. Осылай жақсылап миксерлеп алдық. Креміміз өз қалпын ұстап тұр. Креміміз дайын. Енді кожықтарымызды алып, мен осылай бір келкі болған қалып формаға салдым. Форма міндетті емес салу негізі. Осылай формамызға салып, дайындап алған кремімізді қосып,
барлық шетіне тегістеп кремімізді жағып шығамыз. Осылай кремімізді жағып алдым. Осылай үш көшігімізді орталарына кремімізді салып отырып жағып алдық. Осы үшінші көшігімізді салып, үстіне сәл ғана кремімізді жағамыз. Осылай үшінші қатарға да сәл ғана кремімізді жағып, бетіне пленкамызды жауып, тоңазғышқа 2-3 сағатқа қойып алдым. Креміміз бен көшігіміз сіңіп әдемі болады. Осылай 3 сағаттан кейін алдым. Енді басы жіңішке пышағымызбен осылай шешетін пышағымызбен осылай кесіп алыңыздар. Формамызды алып тастаймыз. Енді сливкимізбен Қазақстан шоколад екеуін ертіп ганаш жасаймыз. Осылай ертіп алып, пирожныйымыздың үстіне жағып, барлық шетіне бірдей қып жағамыз. Осылай бір керкі қып жағып дайындап алдым. Енді 10 минутқа тағы тоңазғышқа қойып алдым. Шоколадты қатқанша 10 минуттан кейін алып, ортасынан бөлеміз пирожныйымыздың. Сосын тағы да бөліктерге бөлеміз. Осылай өздеріңізге қалаған бөліктерден бөле бересіздер. Осылай пирожныйларымызды бөліп алып, сәндеу жағы өз қалауларыңызда. Мен пирожныйларымды бөліп алып, үстіне клубникамен сәндеп шықтым. Осылай клубникаларымызды қойып шықтық. Осылай тарелкаларымызға пирожныйларымызды салып, дастарханға ұсына береміз. Осымен керемет шоколадный пирожныйларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Өте дәмді болып шығады. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап берем. Комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош, сау болыңыздар.